Қазақстан мен Еуропа одағының байланысына келсек, биыл дипломатиялық қатынастың орнағанына 31 жыл толды. Еуроодақ Қазақстанның сауда және инвестиция бойынша ең ірі серіктестерінің бірі. Екі жақты байланыстың болашақ жайлы Еуропа одағының Қазақстандағы елшісімен сұхбаттастық. Dear Ambassador, thank you for the interview. In 2022 and 2023, Құрметті елші, 2022-2023 жылдары Орталық Азия мемлекеттерінің басшыларымен Еуропа кеңесі төрағасының кездесулері өтті. Биыл Орталық Азия Еуропа одағы саммитін өткізу жоспарланған. Бұл шара қашан өтуі мүмкін және күн тәртібінде қандай мәселелер тұр? the time of the event and what issues are on the agenda. Thank you for having me. Indeed, the planning. Расында да, Еуропа одағы Орталық Азия саммитін өткізуді жоспарлап жатырмыз. Сәл шегініс жасасақ, Еуропа одағының президенті Астанаға бірінші болып келді, кейін қазанда Орталық Азия мен Еуропа одағы лидерлерінің кездесуі өтті. Меніңше бұл өзара қызығушылықтың бар екенін және екі жақтың қарым-қатынасына ең жоғары деңгейде көңіл бөлініп отырғанын көрсетеді. Одан кейін Қырғызстандағы басқосуды айта кетейін. Біздің 27 мемлекетіміздің сыртқы істер министрлері Орталық Азиядағы 5 әріптесімен кездесті. Еуропа одағы мен Орталық Азия елдерінің байланысын нығайту және кеңейту үшін жол картасын дайындадық. Тамыз айында Астанада аймақтағы 5 мемлекеттің өкілдері консультативті жиын өткізеді. Бұл өте маңызды деп ойлаймын. Себебі дәл осылай 27 елдің басын қосалдық және бұл бізді күштірек етті дегенге сенеміз. Күн тәртібі туралы айтар болсам, шекарадан өтуді жеңілдету, сауданың дамуына ықпал ету, көлік қатынасын реттеу, су ресурстарын бірлесіп пайдалану мәселелері қамтылуы тиіс. Сондықтан әлі де жұмыс істеп жатырмыз. Жақында Еуропада сайлау өтіп, жұмысымыз бәсеңдеп қалды. Бірақ қазір Еуропа одағы мен Орталық Азия арасында толыққанды саммит өткізу үшін барлық мемлекет лидерлері үшін ыңғайлы уақытты қарастырып жатырмыз. Жақсы, Еуропа одағы мен Орталық Азия елдері басқа да серіктестермен бірлесіп, Транскаспий көлік дәлізін дамыту жөніндегі үйлестіру платформасын іске қосты. Осы туралы толығырақ айтып бересіз бе? Well, indeed, when we speak connectivity. Бұл тек көлік қатынасы ғана емес, сонымен қатар саудаға да қатысты. Қазақстан мен Еуропа одағы ең ірі сауда серіктестер. Сауданы қалай жасамақпыз? Жүктерді, контейнерлерді қалай тасымалдаймыз? Қазір айналамыздағы кейбір елдерге санкция салынған, бірақ Каспий теңізі, Оңтүстік Кавказ, Түркия және Қара теңіз арқылы өтетін жолдар ашық. Сондықтан біз сол жолды дамытуымыз керек. Биыл қаңтар айында инвесторлар форумын өткіздік. Еуропа одағы халықаралық қаржы институттарымен бірлесіп, кедергілерді еңсеру үшін инвестицияларға 10 миллиард еуро бөлуге уәде берді. Осылайша тасымал жылдам әрі қауіпсіз болуы үшін дәлізді кеңейте аламыз. Бұл жүктерді бақылау мүмкіндігін және порттар мен темір жолдардың өткізу күшін арттырады. Бір апта бұрын Астанада Орталық Азияның 5 елі донорлар Еуропа одағына мүше мемлекеттердің өкілдері бас қосқан жиында үйлестіру платформасын іске қостық. Қазірдің өзінде тасымал уақытын қысқартып, осы дәліз арқылы өтетін жүк көлемін арттырып отырмыз. Тағы бір нәрсе айтайын. Бұл жүк тасымалы ғана емес, мұнай, энергия ресурстарында тасымалдаймыз. Сондықтан интернетке қосылу мүмкіндігі болуы тиіс. Қазір цифрлық спутник байланысын орнату үшін жұмыс істеп жатырмыз. Одан бөлек әуе қатынасы да бар, адамдардың саяхаттауына жағдай жасауымыз керек. Әрине, Еуропа біріншілігі мен Олимпиада ойындарын еуропалықтардың көбірек көргенін қалаймыз, бірақ қазақ халқының да Еуропадағы шараларды тамашалағанын, сондай-ақ еуропалықтардың да Қазақстанға келгенін қалаймыз. Мысалы, қыркүйек айында өтетін көшпенділер ойындары ерекше оқиға болғалы тұр. Event that will take place here in September. Recently, the Commissioner for Agriculture. Жақында Қазақстанға Еуропа одағының ауыл шаруашылығы жөніндегі комиссары келді. Сапар аясында өткен келіссөздер туралы айта аласыз ба? Ауыл шаруашылығы саласында қандай жобалар жүзеге асуы мүмкін? Projects be implemented in agriculture sector. Indeed, this is one of the. Бұл өте әлеуетті бағыттардың бірі. Көлік қатынасы, маңызды шикізат, энергетика тасымалын қарастырдық. Ауыл шаруашылығы үлкен мүмкіндіктер ұсынады. Мысалы, Қазақстан ірі астық өндіруші ел. Қазір Қазақстан нарығына сапалы өнімдер, азық-түлік пен сусын ұсынатын еуропалық компаниялардың саны артып келеді. Сонымен жергілікті тұрғындар Еуропадан келетін сапалы өнімдерді, брендтерді, тағамдар мен сусындарды таңдай алады. Өйткені ауыл шаруашылық өнімдері де мәдениеттің бір көрінісі. Біздің тағамдарымыз мәдениетіміздің бір бөлігі. Және комиссар жергілікті нарыққа кіруді көздейтін 14 мемлекеттен 40 компанияның өнімдерін ұсынды. Қазақстандық өнімдердің де Еуропа нарығына шығуы туралы айтып отырмыз. Қазірдің өзінде бал бар,
Енді теңіз өнімдері, ет, сүт өнімдерін жөнелту бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Еуропалықтар Қазақстанның шынымен сапалы өнімдерін тұтынса жақсы болар еді. Сонымен қатар географиялық аудандар бойынша келіссөздерді бастаймыз. Бұл Алматының алмасы немесе басқа да көптеген балмұздақ, сусын, минералды сулар сияқты кейбір бірегей қазақстандық өнімдерді қорғауға болатынын білдіреді. Water management, which is needed here to save water resources. Could you tell us about certain opportunities? Еуропа одағы Қазақстан азаматтарына қандай мүмкіндіктер ұсынады? Мысалы, білім беру саласында Erasmus бағдарламасы бар. Адам капиталын дамыту бойынша тағы қандай жобалар іске асып жатыр? Projects are being implemented. Very good, because we always emphasize that Өте жақсы. Біз әрқашан ең жақсы инвестиция адам капиталына салынатын инвестиция екенін айтып келеміз. Бұл білімнен басталады. Erasmus Plus еуропалықтар қол жеткізген ең жақсы жетістіктердің бірі. Сондай-ақ бұл бағдарламаға Қазақстанның да, Орталық Азияның да студенттері қатыса алады. Қазақстан көш бастап тұр. Жыл сайын осы бағдарлама бойынша еуропалық университеттерге шамамен 50 немесе 60 студент түседі. Одан да көп болуы мүмкін, бірақ бұл бағдарлама университеттерге көбірек зерттеу және алмасу жобаларын іске асыруға мүмкіндік береді. Қазір еуропалық университеттердің кампусын ашуды қолға алдық. Ғылым және жоғары білім министрі бұған көп көңіл бөледі. Болашақ бағдарламасымен бірлесіп ғалымдар үшін еуропалық университеттерді қамтамасыз ету үшін жұмыс істеп жатырмыз. Қазақстан үшін Horizon Europe ең үздік ғылыми зерттеу бағдарламасы да ашылып жатыр. Еуропа не ұсына алатыны туралы тағы бір сөз. Менің ойымша, Еуропа бұл ең алдымен бейбітшілік жобасы, және бұл ынтымақтастығымыздың негізі Орталық Азияның ынтымақтастыққа, бейбітшілікке, дамуға және осы озық тәжірибелерді бөлісуге, сондай-ақ біздің аймақта соғыс жүріп жатқан кезде ынтымақтастыққа ұмтылғанын қалаймыз. Бәріміз бейбітшілікті сақтауымыз керек. Екіншіден, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сапалы медициналық көмекке, су ресурстарын басқаруға инвестиция салатын денсаулық сақтау бағдарламалары бар. Одан бөлек саяхат мәселесі шешіліп жатыр, рейстер санын көбейту, виза беру жүйесін жеңілдетуді қарастырады. traveling, easier visa, so visa facilitation. Okay, so my last question. Жақсы, соңғы сұрағым өзіңізге арналады. Қазақстанда елші қызметін атқарғаныңызға 3 жылдай уақыт болыпты. Алған әсеріңіз қандай? Жергілікті мәдениет туралы не айтасыз? Can you say about the local culture? Well, these 3 years, indeed, Бұл таңғаларлық 3 жыл болды. Бәріміз Қазақстанда болып жатқан өзгерістерді көріп, оның бір бөлігі болдық. Біріншіден, қаңтар оқиғасы кезінде мұнда болмадым. Кейін келдім. Бәріміз болған оқиғаны бастан өткөрдік. Содан кейін елдегі жалғасып жатқан саяси реформалар, қазір экономикалық және қаржылық реформалар арқылы ынтымақтастыққа кірістік. Арамызда кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісім бар. Ол 29 саланы қамтиды. Бірақ әлі де жұмыс істей береміз. Менің ойымша, бізді байланыстыратын нәрсе халықаралық құқықтың үстемдігі, Біріккен ұлттар ұйымы жарғысы мен принциптерін сақтау, және бұл өте берік негіз. Еуропа одағы мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас қазір ең серпінді, бұрын соңды болмаған деңгейде, және бірнеше айдан кейін әлде қайда күшейеді деп сенемін. Маңызды шикізаттар, көлік, білім алу салалары, университеттерді көру үшін әртүрлі қалаларға барамын, мысалы мәдениет үшін Түркістанға дегендей. Менің ойымша, Орталық Азияны бірегей ететін нәрсе қонақжайлық, адамдар, еркіндік, қазақтың еркіндігі, дәстүрлерді қолдау және ұстану, және құрмет принципі. Бұл өте маңызды, және мен осы құндылықтарға сүйене отырып, өте берік қарым-қатынас орната аламыз деп сенемін. Бұл шынымен де қызыққа толы 3 жыл болды. Барлық әріптесіме Қазақстанға келуге кеңес беремін. Өйткені Қазақстаннан керемет әсер алатынына сенімдімін. relations make them much stronger. Thank you, dear ambassador. Қазақстанда атқарған қызметіңіз үшін алғыс айтамын және алдағы жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Thank you very much. Thank you for your time.